Баршаңызға қайырлы күн. Біз Нұр-Сұлтан қаласының Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайының оқытушылары. Мен Құдайберген Ержан Сансызбайұлы, жігіттер би ансамблінің жетекшісімін. Және мен Абуова Индира Наурызбайқызы, маркалық би ансамблінің жетекшісімін. Бүгінгі тақырыпта біз қазақ биі туралы өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыз қазақ биіндегі сәлемдесуден басталады. Сәлемдесу қазақ биінде бірнеше түрлері бар. Ер балаларда екі түрі бар, қыз балаларда екі түрі бар. Бүгінгі сабақта соны көрсететін боламыз. Ер балаларда сәлемдесудің екі түрі бар. Яғни, кіші сәлем және үлкен сәлем болды. Бірінші, кіші сәлемді көрсетеміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бұл кіші сәлем болады. Енді үлкен сәлем. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Қазақ биінде сәлемдесуді қыз балаларда тәжім деп атайды. Тәжімнің екі түрі бар. Кіші тәжім және үлкен тәжім. Ал енді кіші тәжімді көрсетсек, қолымызды ашамыз. 1, 2, 3, тіземізге қоямыз. 1, 2, 3, 4. Үлкен тәжім.